Бүгін сіздермен сөйлеуге дейінгі дағдылар, яғни базалық дағдылар туралы сөйлескім келеді. Базалық дағдыларға нелер кіреді? Реакция, имитация, эмоция, жест, солар кіреді. Бүгіне рас балаларда, аутистік спектр бұзылған балаларда, сенсорлық авария балаларда бұл дағдылар дамымаған болады. Бұны дамыту үшін қандай ойын түрлерін қолданамыз? Мен сіздерге сол бір-екі ойын түрлерін көрсеткім келеді. Ол үшін кәдімгі бізде бар. Сортер ойыншық, иә, қазір бүкіл ата-аналарда да бар бұл ойыншық, мамандарда бар, иә. Не істейміз балаға? Кеселерді береміз. Бала ойыншықтарды салып жатады. Тез-тез салып тастайды, көбіне рас балаларына берсеңіз. Салып жатқан кезде біз не істейміз? Жауып қоямыз. Кезде бала не істейді сізге? Сразу қарайды, иә? Не үшін жапты екен деген сияқты. Немесе қолыңызды алып тастағысы келеді, итереді. Тағы бір реакция дамытатын ойын түрі ол пирамида ойыншығы, иә? Бала не істейді? Пирамиданы салып жатады, иә? Салып жатады. Ал біз не істейміз? Пирамиданы жауып қоямыз. Бұл кезде бала не істейді? Сала алмайды, иә? Пирамиданы сала алмайды. Бұл кезде не істейді сізге? Қарайды, иә? Қолыңызды алып тастағысы келеді, итереді. Бұл да бір ойын түрі. Тағы бір ойын түрі, кәдімгі сегені тақтайшасы, иә? Бұл кезде де бала салып жатады, тақтайшаға ойыншықтарды. Ал біз не істейміз? Салып жатқан кезде тоже жауып қоямыз, иә? Тақтайшаны жауып қоямыз.